әріптестер, мен сіздерге үйден оқыту туралы қысқаша айтқым келеді. Үйден оқыту бұл жалпы мектеп бағдарламасымен және де көмекші мектеп бағдарламасымен жүргізіледі. Жалпы мектеп бағдарламасы бұл оқу жоспарындағы 365-ші бұйрықпен жүргізіледі. Ал көмекші мектеп бағдарламасы бұл арнайы оқу бағдарламасы деп те аталады. Яғни мұны біз жеңіл ақыл ой зерде бұзылысы бар және де орташа ақыл ой зерде бұзылысы бар деп екіге бөлеміз. Жеңіл ақыл ой зерде бұзылысы бар 51-ші бұйрықпен жүргізілсе, орташа ақыл ой бұл яғни мұның 2023 жылы бұйрығы қайта өзгертілді. Бұл бағдарламада бұйрығы көрсетілмеген екен. Енді үйден оқыту бойынша берілетін сағат санына, яғни оқу жүктемесіне тоқталатын болсақ, көмекші мектеп бағдарламасы, яғни арнайы оқу бағдарламасы бұл бізде 9-шы, 10-шы және 11-ші тарауларды қамтиды. 9-шы, 10-шы тарау бойынша бұл жеңіл ақыл ой зерде бұзылысы бар балаларға арналған, ал орташа ақыл ой зерде бұзылысы бар оқушылар үшін сағат саны бұл 11-ші тарау бойынша беріледі. Енді осы жерде тағы да бір тоқталатын дүние, яғни мына жерде сағат сандарына қарайтын болсақ, жалпы сағат саны 6 деп көрсетіліп тұр. Ал енді осын қысқаша тоқталатын болсақ, тіл, яғни осы тіл бағытының ішінде сөйлеу және коммуникацияны дамыту бұл 1,5 сағатты қамтиды. Ал математика 1,5 сағатты қамтиды. Математика емес, санау деп алынады. Жаратылыстану, яғни бұл жерде айналадағы әлем деп алынады. Бұл 1 сағатты қамтиды. Өмірлік дағдылар және өнер бұл 2 сағатты қамтиды. Яғни бейнелеу өнерден 0,5 сағаттық, практикалық әрекеттен 1,5 сағат. Енді осы жерде кейбір ұстаздар түсінбей жатады, жаратылыстанудан 1 сағат, айналадағы әлемнен 1 сағат деп. Бұл жерде сағат саны мынау айналадағы әлем 1 сағат, міне осы. Ал жаратылыстану бұл жерде бір бағыт есебінде көрсетіліп тұр. Яғни жалпы сағат саны 6 сағатты құрайды. Ал сенсорлы дамытумен жалпы сағат саны 8 сағатты қамтиды. Ал енді мен осының ішінде 10-шы тарауға қысқаша тоқталғым келеді. Неге десеңіздер, бұл жерде 10-шы тарауда мына жерде әліппе және ана тілі деп көрсетіліп тұр 1-ші сыныптар үшін. Бірақ бізде сайттың ішінде бұл жерде сауат ашу деген оқулық бар. Яғни сауат ашудың нөмірі 1-ші және де нөмірі 2-ші оқулығын жүктеп қойған. Және де соның бағдарламасы көрсетілген. Қарап тұрсаңыздар, мен сіздерге дәлел ретінде 40 бос жерге қосып қойдым. Яғни жеңіл ақыл ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-ші және 1-ші сыныптар үшін сауат ашу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы деп көрсетіліп тұр. Ал енді әліппе және ана тілі оқулықтарына қысқаша тоқталатын болсақ, әліппе яғни әріпті таныту бізде қаңтар айына дейін жүргізіледі, ал ана тілі қаңтар айынан мамыр айына дейін жүргізіледі мектеп қабырғасында, жалпы мектеп бағдарламасында. Ал бұл жерде жеңіл ақыл ой зерде бұзылысы бар оқушылар үшін әріпті таныту жыл бойында жүргізіледі. Оған дәлел әліппе, яғни сауат ашу пәнінің әдістемелік нұсқаулығының ішінде көрсетілген, міне әліппе кезеңі арнайы білім беру мектебінде 1 жылға созылады, ал әліппеден кейінгі кезең 2-ші сыныпқа қалдырылады деп. Демек, сіз егер де осы 10-шы тарау бойынша сағат алған болсаңыз, зерде бұзылысы бар, яғни жеңіл ақыл ой зерде бұзылысы бар баламен жұмыс жасайтын болсаңыз, әліппе және ана тілі пәнін жүргізбейсіз, сауат ашу пәнін жүргізесіз. Яғни осы оқулықпен білім бересіз деген сөз. Әріпті жыл бойына танытасыз деген сөз. 1 жыл бойында ол баламен тек қана әріпті танытып, әріпті оқытумен айналысасыз деген сөз. Демек, бұл нені білдіреді? Демек, жеңіл ақыл ой зерде бұзылысы бар балалардың дербес ерекшелігі, жас және дербес ерекшелік деп айтып жатамыз. Сол жас және дербес ерекшелігі осы жыл бойында әріпті тануды қажет етеді деген мағынаны білдіреді. Енді басқа пәндерге тоқталатын болсақ, міне оқу тіл дамыту 2-ші сыныптан бастап жүргізіледі екен. Математика 2 сағат барлық сыныпта,
жаратылыстану емес, айналадағы әлем, яғни жаратылыстану бағытының ішіндегі айналадағы әлем ғой. Айналадағы әлем 0,5, қол еңбегі 0,5, жалпы сағат саны 6 сағатты құрайды екен. Осы тұста көп ұстаздарымыз шатасып жатады. Маған әліппе және ана тілі деп сағат берілді деп ұстаздарымыз айтады, бірақ бізде сайттың ішінде сауат ашу деп жазылып тұр. Сізде күнделік кезетке немесе онлайн мектепке әліппе және ана тілі деп жазуыңыз мүмкін, бірақ сіз сабақты осы сауат ашу кітабымен бересіз. Ал енді жалпы мектеп бағдарламасына тоқталатын болсақ, жалпы мектеп бағдарламасы 365-ші бұйрықпен беріледі деп жаңа басында айтып өттім, иә. Жалпы мектеп бағдарламасы деген бұл аса қиындық туғызады деп ойламаймын, өйткені бұл мектеп қабырғасындағы білім алып отырған оқушылардың оқулығымен сіз сабақты сол оқулықпен жүргізгендіктен мұның қымжысын жазу, мұның КТП-сын құру ешқандай қиындық туғызбайды. Яғни бұл жерде кішкене өзгеріс, сағат санында өзгеріс бар. Мысалы, мектеп қабырғасында әліппе 6 сағат жүретін болса, бұл жерде 3 сағат жүреді. Математика мектеп қабырғасында 4 сағат жүрсе, бірінші сынып үшін бұл жерде де 4 сағат жүреді екен. Жаратылыстану 1 сағат, дүниетану 1 сағат деген сияқты. Бұл жерде яғни сіз әліппе және ана тілі КТП-сын қайта құрасыз, яғни сағат санын қысқартасыз деген сөз. Ал енді екінші сынып үшін мысалға қазақ тілі жалпы мектеп бағдарламасында мектеп қабырғасында білім алып отырған оқушы 4 сағат өтетін болса, сіз үйден оқитын оқушыға 2 сағат бересіз. Яғни сіз 4 сағаттық КТП-ны 2 сағатқа қысқартасыз деген сөз. Яғни әр аптадан сіз 2 сағат қысқартып отырасыз. Жалпы КТП-ны қысқартудың да өзінің ережесі бар. Сіз жаңа КТП-ны ортасынан қырқып тастай алмайсыз, яғни әр аптадан 2 тақырыптан қысқартып отырасыз. Және де барлық тақырыпты қамтуыңыз керек, яғни қамтуыңыз маңызды. Мысалы, зат есім болса, зат есімден 3 сағат берілген болса, сіз 1 сағат беруіңіз мүмкін деген сияқты. Жалпы оқу жүктемесіндегі сағат санына осылай тоқталдым. Егер де сіз үшін ақпарат маңызды болған болса, немесе пайдалы болған болса, астына лайк басып, комментарий жазып өтіңіз, және де басқа да әріптестеріңізбен бөлісіңіз, және де осының астында менің телеграм каналым бар, сол каналға жазылып өтіңіз, өйткені үйден оқыту бойынша қандай да бір жаңалықтар шығатын болса, мен сонда бөлісетін боламын.